Ұстаздар ұстанымы 21 ғасыр ғылым ғасыры. Сондықтан ізденістегі еңбегінің жемісін білім мен оқудан ғана көре аласың. Адамзат баласы өз ұрпағын оқытып, тәлім-тәрбие беріп, құндылықтармен сусындата отырып, тәжірибелердің тың жолдарын іздеу арқылы, педагогиканың жаңашыл үлгілерін дамыту арқылы табысқа жете бермек. Аймышева Гүлшахар Мұратбайқызы, Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі номері 276 орта мектептің география пәні мұғалімі, жоғары санатты география пәнінің педагог зерттеушісі. Еліміздің еңсесін көтеріп, алдыңғы шебінен әрқашанда ұстаздар табылатыны ақиқат. Ұстаз шәкірт үшін жай ғана ақпарат жеткізуші тұлға емес, ол оның жүрегіне білімге деген ықылас, адамға деген мейірім мен махаббат нұрын себуші ұлы тұлға. Гүлшахар Мұратбайқызы еңбек жасында көптеген жетістіктерге жетіп, аудандық, облыстық және республикалық сайыстарға қатысып, жүлделі орындармен аудан абыройын көтеріп жүрген ізденімпаз ұстаз. Қазақстан Республикасының журналистік одағының мүшесі, педагогика және психология ғылымдарының магистрі. Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесімен құттықтау хаты. Өрлеу педагогикалық шеберлік орталығымен үнемі байланыста отырып, жыл сайынғы біліктілік арттыру курстарымен өз білімін жетілдірген. Аудандық, облыстық, үздік сабақ 2012, үздік география пәні мұғалімі 2014, жыл мұғалімі 2015, тәжірибе алаңы 2017, үздік авторлық бағдарлама 2018, тәжірибе алаңы 2018, үздік география пәні мұғалімінің қамшысын дайындау алғыс хаты, жаңашыл педагог 2019 байқауларының және облыстық педагогикалық оқулар жеңімпазы. Оқушылары аудандық олимпиада және экология және біз, дарын, зерде ғылыми жоба, табиғатты аяла форумдары, үркер, бейбітшілік әлемі, Платон халықаралық білімді дамыту орталығының ұйымдастыруымен өткен олимпиадаға оқушылары қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Оқушысы алтын белгі иегері, ұлттық бірыңғай тестілеуде оқушысы жоғары ұпай жинап, грант иегері. Аудандық білім бөлімінің, облыстық білім басқармасының құрмет грамотасы, Нұр Отан партиясының құрмет грамотасы, облыстық қазақ тілі қоғамының алғыс хаты, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталған. Республикалық география және табиғат журналдарында мақалалары жарық көріп тұрады. Аудандық Тұран Қазалы газетінің қоғамдық негіздегі тілшісі. Қазалы, Тұран Қазалы газеттерінде 100-ден астам мақалалар жарияланған. Гүлшахар Мұратбайқызы өз өлкесін зерттеуде үлес қосып, оқушыларды шығармашылықпен шыңдап, туған жеріне деген сүйіспеншілігі мол шәкірттер тәрбиелеуде. Тек шәкірт тәрбиелеп қана қоймай, өзі туып өскен өлкесінің географиясын толыққан зерттеп, зерттеу нәтижесінде әдістемелік құрал дайындап, білім мен ғылымның дамуына үлесін қосып келеді. Аудандық білім бөлімі мен облыстық оқу орталығы бірге жұмыс жасап, Қызылорда облысының географиясы және Қазалы географиясы әдістемелік құралдары жарық көрді. Әдістемелік құралдың маңызы өте жоғары, және бұл білім беру барысында ұстаздарға қажет деп саналатын мағлұмат болып табылады. Қызылорда облысының географиясы әдістемелік құралда оқушылар шығармашылық тапсырмаларды орындауда жан-жақты жұмыстарды зерттеуге, жер-су географиясы туралы мәліметтерге қанық болады. Сонымен бірге ұстаздарға үлгілі сабақ жоспарлары дайындалған. Өлкеміздің әрбір мектебінде шәкірттерді болашаққа жетелеп, қабілетін дамытуға, өмірлік тәжірибесінде қолдануға, білікті елін сүйгіш азаматтар қатарын арттыруға септігін тигізеді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, Абай атамыз айтқандай, ерінбей, жалықпай, еткен еңбегінің арқасында шәкірттерінің жүрегіне жол таба білген мұғалім ғана нағыз ұстаз бола алады.